Баланың дүниеге келуі отбасының жеке қуанышы емес, бұл қоғам үшін маңызды құбылыс. Себебі адам санының артуы мемлекет іргесінің одан әрі беки түсуіне бастар жол. Ал осы жолда аянбай еңбек етіп жүрген ақ халатты абзал жандардың еңбегі зор. Қайырлы таң көрермен, бүгін номері 1 қалалық перзентханаға келдік. Аналардың алғысын арқалап жүрген акушерлердің жұмысы жайлы айтамыз. Біз барған күні перзентханада 8 бала дүниеге келген екен. Ал маманнан сұхбат ала бастағанымыз сол еді, болашақ ананың толғағы басталып, босанар уақыты келді. Бас акушер Сәуле Советбек қызы бірден іске кірісті. 30 жылдық тәжірибенің жемісі болар. Маман өзін өте сабырлы ұстады. Бүгінгі біздің перзентханада 9 жас ана босанайын деп жатыр. Босанатын уақыты келді. Мен соған кетіп бара жатырмын босандыруға. Ендеше сәттілік. Рахмет. Ал біз сыртта күтеміз. Мамандардың айтуынша, бір әйелдің орташа босану уақыты 10-18 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Бұл уақытта акушер, дәрігер, кіші мейірбике және балалар мейірбикесі жаңа өмір үшін күреседі. Сондай-ақ ауыр жағдай болса, балалар дәрігерін де шақыртады екен. Сүйінші қазақ еліне бір перзент. Ұл ма қыз ба, оны дәрігерден сұрап анықтаймыз. Қазақ елі құтты болсын. Қалай өтті? Жас анамыз өте жақсы босанды. Бала мен ананың жағдайы жақсы. Баласы мамасымен бірге. Енді баланы мамасымен бірге жатқызамыз. Біздің жаңа перзентханада емшекпен емізу принципі жақсы қадағаланған. Сондықтан да баланы жас туған сәбиімізді мамасынан ажыратпаймыз, анасынан. Айтпақшы, бір отбасының атұстары дүниеге келді. Ендігі кезек жоғары категориялы аға акушер Тоғжан Қуатбек қызында. Қазір баланың әйелдің қал жағдайын біліп жатырмыз. Босанғанына 1 сағат болды. 1 сағаттың ішінде біз давлениесін өлшеуіміз керек. Қазір бала деген анасымен бірге болу керек. Ана мен бала босанатын бөлімшеде тағы 1 сағат дәрігерлердің бақылауында болады. Егер денсаулығына қауіп төнбесе, ана мен бала бөліміне ауысады. Мамандардың айтуынша, босанған әйел мөлдір иман мәдимен дүниеге келген сәбидің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Жас ана тіпті бізге сұхбат берді. Сәбиді дүниеге әкелу қаншалықты қиын болғанмен де, балаңды алғаш рет өстіп қолыңа алғаннан кейін сол қиындықтың барлығын бір сәтте ұмытып кетесің. Мен дәл қазір 2-ші ұлым менің дүниеге келді және өзімді әлемдегі ең бақытты адам ретінде сезініп тұрмын. Ал біз барлық әйелге осындай бақыт бұйырсын дейміз. Бүгін біз жаңа өмірдің дүниеге келу сәтіне куә болдық. Бастысы, жас ана аман есен босанып, нәрестені қолына алды. Бірақ мамандар кейде босандыру кезінде түрлі қиындықтар болатынын жасырмайды. Десе де, білік пен білімнің арқасында барлығын еңсеріп келеді. Перзентханамызға келетін болсақ, күндігіне бір тәулікте 25-30 әйелге дейін жатқызылады. Оның 10 шақтысы жүктілік патологиясы бөлімшесіне көтерілуі мүмкін. 1-2 әйел шұғыл түрде кесіртілігіне түсуі мүмкін. Қалғандары босану бөлімшесіне жатқызылады. Шұғыл жағдайларға қажетті бөлек-бөлек қобдишаларымыз да бар. Ол мысалы әйелдің гипертензиялық жағдайларына байланысты бір қобдишамыз бар. Әйелдерде қан кетуге арналған бір құрал саймандар салынған қобдишамыз бар. Анафилактикалық шок дейміз, не болмаса жаңағы дәрілерге, аллергиялық жағдайларда көмек көрсететін шаралар, сосын нәрестенің ауыр жағдаймен туылуы кезінде көмек көрсететін құрал сайман салынған қобдишалар бар. Мен баланың аман есен дүниеге келгенде шыр еткен дауысын естігенде өзімді бақытты сезінемін. Осы жұмысымызда кездесіп жатқан қиыншылықтарға қарамастан мен өз мамандығымды сүйемін және өз жұмысымды мақтан тұтамын.